عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها جتت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі ракат өтір намазында екі ракаттан кейін сәлем бермеді дейді. Көрдіңіз бе? Осы жерде барлық мәселе осы жерде. Жаңағы бір уағызшы жаңағыда айтыпты, екі ракаттан кейін сәлем бересің, одан кейін бір ракатты жеке оқисың деп келіпті. Айша анамыз айтып жатыр. Айша анамыз радиаллаху анха айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күніге көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күніге өтір намазын үйінің ішінде оқиды, кәдімгі үйіне кіріп оқиды. Айша анамыз күнделікті көреді. Сөйтіп Айша анамыз айтып жатыр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі ракат өтір намазында екі ракат оқып болғаннан кейін сәлем бермеді дейді. Тағы да бір хадис келеді, Ибн Умар радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өтір намазын оқыған кезде екі ракат оқып болғаннан кейін сәлем берді, одан кейін барып бір ракатты бөлек оқыды, жеке оқыды дейді ғой. Осы хадиске, мына хадисті біз не істейміз? Алып келеміз. Енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның жанында болған кім? Айша анамыз әлбетте. Өтір намазын оқып жатқан кезде әрқашанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды кім қарап отты? Айша анамыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өтір намазын қаяқта оқитын еді? Үйінде оқитын еді. Мешітте емес. Үйінде оқитын еді. Тахаджудта оқитын еді. Көрдіңіз ба? Сол себептен де Айша анамыздың хадисі толығымен алынады. Және де ол Ибн Умар радиаллаху анхуның хадисінде бүйтіп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі ракат оқыды, одан кейін барып қажетімен шығып кетті намаздан. Қажетімен шығып кетті де, сөйтіп дәрет алып, қайттан келіп жалғастырды деп келеді. Бұл мәселені біз білеміз, Мысалы, жұма намазына келдің, намазға тұрдың, сөйтіп сен бір қажетпен әжетханаға шығып кеттің де, не істедің? Қайтып келіп сен намазыңды, жұма намазыңды жалғастыра берсең болады. Бұл осы мәселе. Бұл мәселеде бізде ешқандай проблема жоқ. Енді бұл хадис қаяқта келеді? Раваху Насаи. Насаида келеді. وسكت عنه وفي آثار السنن وإسناده صحيح. يعني آثار السنن ده جلت إسناده صحيح. يعني бұл хадистің إسناده صحيح.